Сіздің ойыңызша, өзіңіз ата-анаңыздың қасыңызда өскен кезінде біліміңіз нашар болатын ба еді? Жоқ, сіз қисық сұрақ қойып жатсыз қазір. Просто егер адам егер мен өзімнің баламды туатын болса, мен ешкімге бермейтін едім. Тіптен бар ғой, біреудің ата-анасына да, өзімнің ата-анама да мен өзімнің баламды бергім келмейді. Неге мен оны қиналып туады екен, еще біреуге беріп жібереді екен? Дұрыс, Например, қазіргі поколение, менің ойымша, қазіргі поколениенің жаңағыда уже әже болып жатқандарда біреудің баласын бақысы келмейді деп ойлаймын. Негізі көбінесе көремін шынымен де өз балдарың тудыңдар ма, болды, бөлек шығыңдар да өздеріңмен өздерің болыңдар деген сияқты айтады. Неге сенің ата-анаң сені бағу керек екен, сені өсіру керек екен, одан кейін сенің балаларыңды өсіру керек екен да, сонда олар өздері рахаттанып өмір сүре алмай ма? Менің ойымша да, например, олар қартайған уақытында демалып, күйеумен бірге күшті басқа елдерге барсын. Неге олар сенің няня болып, балаларыңды бағып жүру керек? Жоқ, Ақмарал, енді тыңдашы енді. Әр семьяда тәрбие әртүрлі да, кейбір ата-ана бар, немере баққаннан рахат алатын ше. Сенің семьяңда енді басқа шетелге барып демалғаннан рахат алатын шығар. Енді кейбір Арунаң сөзімен де енді бір қосылып кетемін да, бірақ енді ерте жетімсіретпе деген әңгіме қате сияқты. Ол былайда негізі дұрыс, әр нәрсенің екі-үші болады, бірақ сендер тек жаман жағын айтып жатқан сияқтысыңдар да, бала ата-ананың махаббатын көрмей қалады деген сияқты. Міне отыр, аян отыр, ата-ананың махаббатын көрген жоқпын деп жатыр ма? Көрдім деп отыр. Ата-әженің тәрбиесінде өстім деп жатыр. Жаман болған жоқ қой. Сол сияқты да ол ата-ананың ақылдылығына байланысты деп ойлаймын. Бала Сақан кәм апта сайын барып тұрсың, сен менің баламсың, сен ата-әжең жанында тұрғанымен менің баламсың деп айтып тұратын болса, ешқандай ата-ананың махаббаты білінбей қалады деп ойламаймын. Бала Сақан. Ақеркеге микрофон беріңізші. Ақерке, сіз қалай ойлайсыз? Мысалы, екеуіңіздің ортақ балаларыңыз болды, бұйыртса, болашақта бәрі жақсы болып жатса. Жоқ, негізі мен де Ақмаралдың сөзіне келсем, шынымен де бірақ енді мен өз балам шынымен де біреуге қимайын беруге, бірақ ойламаймын Нұржан ата-анасы оны андай бір өз баласы сияқты тәрбиелейді деп, енді мен келсем Нұржанға. Жоқ, мына жерде ми ашып кетті. Арбаны да сындырмай, өгізді де өлтірмей. Ми ашып кетті шынымен мына жерде. Бала Сақан, нақты ата-анаға бересің ба? Бала болып жатса, егер Құдай беріп жатса, ата-анаға бересің ба? Әлде бермейсің ба? Тек соған ғана сұрақ, соны жауап берші. Бермеймін. Бала Сақан. Ақерке де жеке тұлға.